Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге пахлава пирогын жасап көрсететін боламын. Бізге керекті заттар: қамырына ұн, сары май, жұмыртқаның сары уызы, қаймақ, қопсытқыш қажет болады. Толық құрамын описание бөліміне жазып қоятын боламын. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз және де салқын сары майымызды салып, осылай тверкадан өткізсеңіздер болады, немесе қолдың көмегімен езіп алсаңыздар болады майдалап. Барлығын осылай өткізіп аламыз да енді крошки дайындайтын боламыз. Қолдың көмегімен осылай барлығын езіп крошки дайындап аламыз. Крошкиміз осылай бізде дайындалуы керек, яғни ұн мен сары майымызды майдалап езіп алатын боламыз. Содан соң, яғни дайын болған крошкидің үстіне қаймағымызды және де жұмыртқаның сары уызын салып аламыз. Міндетті түрде жұмыртқаның сары уызын салыңыздар және де тұз салыңыздар. Тұзды тым қатты көп салып жібермеңіздер. Одан соң разлихитель, яғни қопсытқышты салып алып, барлығын саламыз да осылай қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болуы керек. Енді дайын болған қамырымызды пакетке салып 30 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Яғни мен грек жаңғағын пайдаландым. Салмасына осылай ұсақтап майдалап аласыздар. Оның үстіне құмшекерімізді және де жаңағыдан қалған жұмыртқаның 2 ақ уызын салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырыңыздар, яғни құмшекеріміз езіліп, жаңағыдай грек жаңғағымен барлығы біркелкі бірігуі қажет. Міне бізде осымен салмамыз дайын. Енді мұздатқыштан қамырымызды аламыз да осылай 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бір бөлігін кішкене үлкендеу етіп алыңыздар, ал қалған 2 бөлігін осылай кішкентай болу керек. Бөліп алған соң енді қамырларымызды жайып алатын боламыз. Жаятын кезде міндетті түрде ұн себе отырып жайып алыңыздар, себебі қамырымыз сондай нәзік, жұмсақ болып шыққан, сол үшін де ұнды себе отырып жайып алыңыздар. Енді жайып алған қамырымызды формамызға орналастырып аламыз. Осы противеньге орналастырамыз. Кішкене астын майлап жіберіңіздер. Егер пергамент қағаз болса, онда пергамент қағазына төсеп қолдана бересіздер. Содан соң осылай жан-жағының бәрін біріктіріп бортик жасап алыңыздар. Жақсылап әдемілі ретіп противеньге формамызға орналастырып алыңыздар. Содан соң міндетті түрде вилкамен осылай басып шығыңыздар. Себебі ыстық печкаға салғанда көтеріліп қалмас үшін міндетті түрде вилкамен осылай басып шығасыздар. Енді салмамызды осының үстіне салып шығатын боламыз. Лопатканың көмегімен осылай барлық жеріне жететіндей етіп жайып аламыз. Содан соң жаңағы кішкентай 2 бөлікке бөлген қамырымыздың біреуінде, яғни екеуінде осылай жайып аласыздар. Жайып алған қамырымызды енді тағы да осының үстіне осылай формамыздың үстіне жайып төсеп шығатын боламыз. Яғни екінші қабаты төселіп жатыр қамырымыздың. Оның үстіне салмамызды салып шығатын боламыз.
Салмамызды да барлық жеріне тиетіндей, жететіндей етіп лопаткамның көмегімен жайып аласыздар. Содан соң тағы да жаңағы бір бөлігі қалды ғой енді қамырымыздың. Сол бір бөлігінде осылай төсеп шығамыз үстіне. Яғни бізде 3 қамырымызды да осылай формамызға орналастырып аламыз. Бұл бірінші қабаты. Енді әсемдік ретінде осылай пышақтың көмегімен кесіп шығасыздар, бірақ қатты кеспеңіздер. Тек бір жүгіртіп өтсеңіздер болады. Яғни пышақтың ізі қалатындай етіп кесіп шығыңыздар, қатты баспаңыздар. Себебі пешке салған кезде арасы піспей қалуы мүмкін. Сол үшін жай ғана бір басып шығыңыздар. Содан соң жұмыртқаның сарыуызымен осылай жағып шығасыздар қамырдың бетін. Содан соң, яғни жаңағы грек жаңғағымнан азырақ алып қалғанмын, соны осындай әсемдік ретінде сәндеп шығатын боламыз. Міне осы аралықта 180 градуста пешімізді қыздырып қоямыз да 25 минутқа пісіріп аламыз. Пісіп болған пахлавамызды осындай кішкене әселмен суда араластырып, осылай құйып шықсаңыздар, беті жылтырап, одан да әдемі болып көрінетін болады. Осымен біздің пахлавамыз дайын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, маған қолдау ретінде пікір қалдырып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын достар.